Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 103-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз 11-ден 20-ға дейінгі сандардың құрамымен танысамыз. 20 көлеміндегі сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысына жіктеуді үйренеміз. 10 мен 5-тің қосындысы 16, 15 пен 10-ның азайтындысы 5-ке тең, және 15 пен 5-тің азайтындысы 10-ға тең екен. Бірінші есепке қарайық. Текшелерді санауға көмектес дейді. Есептеуді түсіндір дейді. 10-ға 4-ті қоссақ, яғни 10 текше мен 4 текшені қосатын болсақ, 14 саны шығады екен. 4-ге 10-ды қоссақ, 14 және 14 текшеден барлығынан 4-ті азайтатын болсақ, 4 текшені 10 қалады екен. Міне осылай балалар есепті ары қарай шығарамыз. Екінші, есіңде сақта дейді. Бірінші ондықтар, екінші бірліктер. Бұл разрядты қосылғыштардың қосындысы. 10 қосу 6 тең 16. 6 қосу 10 тең 16. Амалдардың өзара байланысын біле отырып, азайтуға берілген мысалдарды есептеуге болады. 16 азайту 10 тең 6, 16 азайту 6 тең 10 шығады екен. Осы есте сақтаны жаттап аламыз балалар. Екінші есеп, дәптеріңе жазып есепте. 18 азайту 8 тең 10, 10 қосу 7 тең 17. Осылай ары қарай өздерің шығарыңдар балалар. Үшінші, балалар жеуге жарамды және жеуге жарамсыз ойынын ойнады. Тізбектерді есептеп, Әлияның нені жасырғанын анықтайсың дейді. 15 азайту 5 тең 10, 10-нан 8-ді азайтсақ 2, 2-ге 10-ды қоссақ 12, 12-ден 2-ні алсақ 10 екен. Бірінші сонда жеуге жарамды, бұл жерде алма екен. Екінші есепте 18 азайту 10 тең 8, 8-ге 3-ті азайтсаң 5, 5-ке 5 қоссаң 10, 10-нан 6-ны алсаң 4. 4 санында бізде қуыршақ тұр. Бұл қуыршақ сонда жеуге жарамсыз зат, яғни ол ойнайтын ойыншық. Жақсы балалар, келесі есепке назар аударайық. Төртінші есепті шығар, кері есептер құрастыр дейді. Сырым 16 алма, ал Әлия 10 алма жинады. Сырым қанша алма артық жинады? Бұл жерде есеп құрастырайық. Сырым 16 алма, Әлия 10 алма жинады. Сырым Әлиядан қанша алма артық жинады? Шешуі 16 азайту 10 тең 6. Жауабы 6 алма артық жинады. Бесінші есеп, қайсысы ауыр, алма ма, әлде алмұрт па? Алма ма, апельсин бе дейді. А нұсқасында бізде шие мен алма берілген екен. Бұлардың салмағы тең болып тұр. Екіншісінде алмұрт ауырлау болып тұр. Ал әбі нұсқасында алма мен шие және 3 шие бір-біріне тең болып тұр. Екіншісінде апельсин ауыр болып тұр.